1933 жылдың ерте көктемі. Біз оңтүстік Қазақстанның Түлкібас ауданында тұрғанбыз. Аштық ауылымызды түгелдей дерлік жалмап кеткен ең бір қасіретті шақ екен. Шешеміз ажалдың тырнағынан қашып, көрші қыстақтағы туыстарына кетпек болыпты. Кішкене қарындасымды қолына көтеріп, жанында етегінен ұстаған 3 жасар мен бар, жолға шыққан. Ауыл шетін ала колхоздың бақшасы басталатын. Жалғыз аяқ соқпаққа түскеніміз сол екен, алдымыздан ұялы қасқыр шыға келген. 100 шақырымға дейін айнала төңіректе, ол кезде үй малы әлде қашан біткен. Сондықтан да аш қасқырлар топтасып алып, әр жерде адамдарға шабатын кез. Шешем айғайлап, жұртты көмекке шақырған. Бірақ жапан түзде кімге десе қойсын, қасқырлар жайлап жақындап қаумалауға көшеді. Шешем қатты қысылады. Не қасқырлар бәрімізді паршалап тастайды, не ол балалардың бірін қалдырып, екіншісімен қашып құтылуға әрекеттенуі тиіс. Қызын жерге қойыпты да, мені көтеріп кері қашыпты. Ертеңіне ауыл адамдарын ертіп, жаңағы жерге келсе, қарындасымнан ештеңе де қалмаған екен. Сондайда қасіретті көрдім.